Қайырлы күн достар, сіздермен ерекше мантының рецептімен бөлісейін деп отырмын. Яғни ходжелі манты қазіргі хит болып жатқан мантылардың бірі. Өте жаңағы жұмсақ және өте жұқа және ерекше дәм беретін ходжелі мантаны сіздерде жасап көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп, маған қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Менің арнамның дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар, ол мен үшін өте жаңағы пайдалы әрі қуанышты жағдай болар еді. Өте сочный және әрі дәмді болып шығады. Ол үшін осылай суымызға жұмыртқамызды, тұзымызды және кішкене сұйық май қосып, жақсылап тұз ерігенше араластырып, оған ұн салып, орташа тығыздықта қамырымызды илеп аламыз. Кішкене тұндыруға қойып қоямыз. Тұнық болғаннан кейін оны жұқа етіп жайып алатын боламыз. Өте жұқа болсын, себебі ходжелі мантының жаңағы бар қамырының несі жұқа болу керек, өте жұқа болу керек. Ерекшелігі де сода. Міне әдемілеп жұп. Бір жерге үймей, осылайынан үлкен қылып түйіп алатын боламыз. Міне түйіп алдық, енді жақсылап көргендеріңізге үлкен рахмет.